Тауелбай Өзбекстанның бұрынғы Бұхара, қазіргі Наваи облысының солтүстік аймағын алып жатыр. Бұл аймақтың басым бөлігі кезінде анығы 1928 жылы 12 сәуірде Қазақ ССР-ның құрамында құрылған Тамды ауданына қараған. Аудан 3 болыстан Тамды, Мыңбұлақ және Қарақалпақ болыстары негізінде ұйымдастырылған. Тамды аудандық алғашқы ревком 1927 жылы 3 шілдеде ұйымдасқанымен, өз алдына аудан ретінде 1928 жылы бекітілген. Бір қызығы, Тамды ревкомы әу баста Мыңбұлақта орналасқан. Тамды ауданы әуелі Сырдария губерниясына, кейін Қазақ ССР-ның құрамындағы Қарақалпақ автономиялы облысына қарады. Ал 1943 жылы Бұхара облысының құрамына өткізілді. Тауелбайға Тамды, Үшқұдық аудандары түгелдей Кенемеқ ауданының Көкше, Қаратау, Қолжықтау тауларынан бастап солтүстіктегі бөлігі кіреді. Бұл аймақтың Тауелбай атануы осы өңірдегі ірілі ұсақты 30-дан астам тауларға, тау сілемдері мен тау шоқыларына байланысты. Ең биігі Ақтау 948 метр, ең аласасы Ұзынтау 165 метр. Ақтау өз алдына тау емес, ол Тамдытау тауының бір шыңы. Олардан өзге Қазақтау, Арыстантау, Боқантау, Келіншектау, Оғызтау, Керегетау, Алтынтау, Амантай-тау, Тамдытау, Жалпақтау, Шошақтау, Мұрынтау, тағы басқа таулар бар. Қызылқұмның шөлімен араласып жатқан осы таулы өлке мал шаруашылығына өте ыңғайлы. 800-дей өсімдік түрлері өседі. Қақаған қыста малға пана болар ықтасыны, қазан шұңқырлары, ойпаңдары мен терең сайлары баршылық. Сондықтан бұлар тұяқсыз қалатындай жұт болмаған аймақ. Ал Тауелбайдан әрі қарай Сырдарияның төменгі ағысындағы аймақта Қызылорда облысының Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарында тіпті сонау Ұлытауға дейін бірде-бір тау жоқ екен. Шөлмен шөлейді. Сондықтан ба сол өлкелерде қыс қатты болған жылдары жұт болып, тігерге тұяқ қалмаған оқиғалар бірнеше рет қайталанғаны тарихтан белгілі. Жұтқа ұшыраған жылдары сол өлкелердің адамдары бүгінгі Тауелбайда отырған елден көмек сұрап келеді екен. Мал жаны аман, шалқып тасып отырған қалың қазақ қолда барын ағайыннан аясын ба? Алдарына 40-50 мал салып жіберетін болған. Ал қуанып қайтқан ағайын еліне жетіп, тау ішінде отырған ағайын туыс бай екен, таудың елі бай екен деп мадақтап жүретін көрінеді. Сөйтіп біздің елді алыстағы ағайын Тауелбай деп атап кеткен. Тауелбай атауы сыр сүлелерінің шығармаларында жиі кездеседі. Содан бері талай уақыт өтті. Алтынға бай, Қызылқұм өңірін мекен еткен Тауелбай халқы біртұтас ел болып қалыптасып, ауыл шаруашылығы, білім мен өнерді дамытып, қаймағын бұзбай ата дәстүр мен ана тілге басты назар аударған халыққа айналды. Халық арасынан ауыл шаруашылығының білікті мамандары, атақты ұстаздар, өнергелері мен ақындар шықты. Ауыл шаруашылығы соның ішінде қарагөл өнімдерін дамытуда тынбай еңбек етіп, жаңашылдық танытқаны үшін елдің 20-дан астам азаматы елдің еңбек ері мәртебесін алса, Жабай Балиманов 2 рет еңбек ері, 4 рет Өзбек ССР-ның жоғарғы советінің депутаты, 3 рет Ленин орденімен және басқа медальдармен марапатталған. Ағартушылық жолында еңбек еткен елдің сауатты да саналы ұрпақ тәрбиелеп өсіруіне өз үлестерін қосқан ұстаздар, ақын жазушылар да аз емес. Солардың бірі ел аузында бүгінге дейін шырқалып жүрген атақты Базар жырау атамыздың жырлары, елдің бір туар ақыны Өмірзақ Қожамұратовтың туындылары әлі күнге дейін ел аузында. 1976 жылы Тауелбай жеріне ат басын бұрған Бауыржан Момышұлы өз естелігінде тілі мен дәстүрінің қаймағы бұзылмаған, барлық мектептері қазақ тілінде дәріс беретін дүниедегі жалғыз аудан Тамдыға келгеніме қуаныштымын десе, қазақтың бір туған ақын композиторы атақты Шәмші Қалдаяқов өз сапары соңында Тауелбай халқына ризашылығын білдіріп, бүгінгі шырқалып жүрген Тамда руы әнін тарту еткен.
Бүгінгі таңда ата жұртымыз Қазақстанда өз өнері мен өз білімі елге қызмет етіп жүрген Тауелбай ұрпақтары аз емес. Олар қазақ елінің түкпір-түкпірлерінде жазушылық, ақындық пен ағартушылық, әнші мен биші, ата-баба салты мен өнерін елге паш етіп, көптің көңілінен шығып жүр.